Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Нұрбай Атамұрат пен Жандос Қаржабайдың кеше ғана тыңдалымға шыққан сентябрьде үйленем деген әніне гитарада разбор баремен және де барресіз аккордтармен, бочкамен және де простой қағыстармен болады. Ал енді бірінші разборды баре түрмен бастайық. Оригинал аккордтармен. Бірінші аккорд GM аккорды. 6-шы латта барен аламыз, сосын 7-шы латта то есть 3-шы латта барен аламыз, сосын 5-шы латта 5 мен 4-шы струна. Келесі аккорд CM аккорды, 3-шы латта барен аламыз, сосын 4-шы латта 2-шы струна, 5-шы латта 3 мен 4-шы струна. Сосын ең соңғы аккорд C диез 7 аккорды, C диез 7, 5-шы латта барен аламыз, сосын 7-шы латта 4-шы струна және 2-шы струна. Осындай аккорд. Осы 3 аккорд қолданылады. Ал баремен орындалатын простой қағысы бочка, төмен, жоғары. Тек қана осыны қайталап отырамыз. Ал енді бочкамен қағысы бочкамен бірге төмен, жоғары, заглушка, төмен. Енді осы бочкамен қағыспен ақырын орындап көрсейін. Тағы бір жыл ағайын, бойдақ болам сол қайғы. Кешіріңдер, карантинде той жасауға болмайды. Жан-жарыммен ойлап ем, атырам деп ақтанды. Жоспарлаған тойымыз атмена болады. Бақытым деп іздеген, сөз байластым қызбенен. Көктемде санашым, үйленемін күздемен. Мен сезімнен қашпадым, быт-шыт болды жоспарым. Сентябрьде үйленем, сәл шыдаңдар достарым. Осылай, ал бочкасыз простой қағысында тағы бір жыл ағайын, бойдақ болам сол қайғы. Кешіріңдер, карантинде той жасауға болмайды. Осылай кетеді. Бұл жерде қағысты заглушка төмен жоғары кеткеннен кейін келесі қағыстың басын заглушканы тез қосамыз, ритмі солай. Осылай. Осылай. Ал енді барресіз аккордтарына келсек, олар кәдімгі АМ, ТМ, сосын ЕМ аккорды. Аккорд барлығы біледі деп ойлаймын. Ал қағысы дәл осылай. Заглушка төмен жоғары. Осы орындады. Бұл қағысты бочкамен де қосып орындалса болады. Дәл баремен аккордтағыдай. Тағы бір жыл ағайын, бойдақ болам сол қайғы. Кешіріңдер, карантинде той жасауға болмайды. Жан-жарыммен ойлап ем, атырам деп ақтанды. Жоспарлаған тойымыз атмена болады. Бақытым деп іздеген, сөз байластым қызбенен. Көктемде санашым, үйленемін күздемен. Мен сөзімнен қашпадым, быт-шыт болды жоспарым. Сентябрьде осылай. Дәл солай қағыспен осы орындаса болады. Тағы бір жыл ағайын,
тағы бір жыл ағайын, бойдақ болам сол қайғы, кешіріңдер карантинде той жасауға болмайды. Осы орындалады. Ал енді разбор ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса арнаға тіркеліп, комментке келсе қандай әнге разбор керек, соны жазып өтіңіздер.